Енесі мен абысынын дуалаған келін. Гүлжайна ханым, мен сіздің көптеген әңгімелеріңізді оқып, өз қателігім мен негізгі қателік емес, қатыгездік десем де дұрыс болар, бетпе-бет келдім. Осы күнге дейін мен өзімді алдап, мен кінәлі емеспін, мені осылай қатыгез еткен өздері деп, өзімді өзім жұбатып келдім. Бірақ та сіздің әңгімелеріңізді оқып отырып, бүкіл жасаған кінәларым көз алдымнан өтіп, көзімнен жас тоқтамай, кеудемді жұдырығыммен ұрып отырып, бір сағаттай жылай бердім. Бұл күнде ер жетіп, бой жетіп қалған ұл қыздарым бір кездері аналары қаншама адамның өмірін ойран еткенін қайдан білсін. Менің өкіріп жылағанымды көріп, жаныма жүгіріп келіп, «Мама, не болды? Мама, ауырып қалдың ба? Мама, бәрі дұрыс па?» деп сұрақтарды қарша жаудырды. Тек күйеуім ғана менің не үшін жылап тұрғанымды түсініп тұрған болатын. Дереу телефонымды қолыма алдым да абысыныма қоңырау шалдым. Сол бұрынғыша «алло» деген үн шыққан жоқ. Ол кісіні ренжіткенім соншама маған бір ауыз сөз айтпайды. Тіпті бетіме де қарамай қойған. Бұрынғыша ұл қыздарым білсе, аналарын жек көріп кетеді-ау дедім. Оған жасаған қиянатымның бәрін ешкімнен қысылмай, ішімдегінің бәрін ақтарып баяндап салдым. Тоқтаусыз кешірім сұрай бердім. Телефонның арғы жағынан абысынымның да күйініп жылап тұрғанын, оның қысылып, әрең тыныстап тұрғанынан ақ сезініп тұрдым. Мені үнсіз тыңдады. Бәрін айтып соң, оның жауабы мені есеңгіретіп тастады. «Я, мен бәрін де білемін», деді де тұтқаны қоя салды. Ол қыздарыма қарасам, менің істеген істеріме арланып, жүздері қызарып тұр. Құшағымды кең жайып шақырып едім, ешбірі маған жоламай, орындарынан тұрды да бөлмелеріне кетті де қалды. Қу тіземді құшақтап, қара басын ғана ойлаған мен сорлы өкіріп жылап қала бердім. Біраз уақыттан соң үлкен қызым жақында ғана өзі тоқып бітірген әдемі иыққа салатын орамалын көтеріп шықты. Одан кейінгі қызым үсті-басы он болып бірдеңе пісіріп жүр. Қарасам, торт пісіріп жатыр екен. Бір сәтте бірі тортын, бірі тоқыма орамалын алып, ұлым болса гүл алып келіпті. «Мама, осылай жылап отырғаннан бірдеңе өзгереді ме? Мені кешіресіңдер ме? Кешірімді бізден сұрамаңыз. Тұрыңыз, кеттік. Қайда барамыз?» «Қайда барушы еді?» «Әрине, апаның үйіне». «Рас айтасыңдар ма? Мына заттарды апаларыңа сыйламақсыңдар ма?» «Иә, уайымдамаңыз, сіз жалғыз емессіз. Сізбен қосылып, біз де кешірім сұраймыз. Дәу апа өте мейірімді жан. Сізді кешіретініне сенімдімін». Ол қызымды түгел ертіп, бәріміз абысынымның үйіне жол тарттық. Жол бойы абысыным мені қалай қарсы алады екен? Бұрынғысынша сәлеміме үн қатпай, жұмған аузын ашпай қоймайды ма екен? Кешірім сұрасам кешірер ме екен деген ойлар санамды сайрап тұрды. Үйіне жеткен бойда жүрегім кеудемнен атқылап, шығып кетердей болып тарсылдап, аяқ-қолым қалтырап, көліктен түсуге шамам келмей қалды. Екі қызым екі жағымнан демеп, есікке қарай жетектеп алып барды. Құдайдың өзі соны қалады ма, әлде өзімнің дәрменсіздігімнен болды ма, білмеймін. Абысынымды көрген сәтте екі аяғымнан жан кетіп, тізерлеп отырдым да қалдым. Абысынымның жүзіне қарауға дәтім жетер емес. Төмен қараған күйі кешірім сұрай бердім. «Кешіріңізші мені, абысын. Қадіріңізді кеш білдім. Істеген істерім үшін қатты ұяламын. Мені ұрсаңыз да, соқсаңыз да бәріне көнемін. Тек қана кешірім берсеңіз болды. Барлығы үшін кешірім сұраймын. Қатты өкініп жүрмін. Өкініштен әр күн сайын өзегім өртенуде. Кешірім сұраймын сізден. Қайнаға, сіз де мені кешіріңізші. Төре бала, ерке қыз, сендер де мені кешіріңдер. Төре бала мен ерке қыз абысынымның үлкен ұлы мен қызы. Олар не болғанын білмейді де. Ол кезде 3 және 1,5 жасар болатын. «Сымбат жеңге, не болды сізге? Тұрыңыз орныңыздан». «Келінжан, тұра ғой, абысының сені әлде қашан кешірген». «Жоқ, тұрмаймын». «Жоқ, тұрмаймын. Абысын өзі кешірдім демегенше тұрмаймын». Жүзімді төмен қаратқан күйі отыра бердім.
Бір сәтте иығыма біреу қос қолын тигізгенде бүкіл денем шымырлап, бойым әлде бір жылулықты сезгендей болды. Абысыным екенін бірден-ақ сездім. Бар күш-жігерімді жинап, еңсемді көтердім. Абысынымның да көздерінен жас ағып, бар ықыласымен мені құшағына басты. Екі бетінен шөлпілдетіп, кезек-кезек сүйе бердім. Екеуміз ұзақ уақыт үнсіз құшақтасып тұрдық. Бала-шағалардың бәрі қосарланып, үсті-үстімізден құшақтап, бәріміз бір жылап алдық. Кешірдім, келін, кешірдім. Келеріңді білдім. Осы күнді ұзақ күттім. Ақыры соңы өз-өзіңді жеңіп, осылай алдыма келетініңді білдім. Мен сені әлде қашан кешіргенмін. Тек өзіңнің көкіректігіңді, менмендігіңді жеңіп, ақылың мен ерік күшің сені бұл менменшілдіктен арылтуын күттім. Алла тағаланың өзі пендесінің қателігіне кешірім бергенде, мен қалай кешірмеймін? Кешірдім. Сіздің даусыңызды, маған қарай бет бұрып сөйлегеніңізді, шай үстінде әңгімелескенімізді қалай сағынғанымды білесіз ғой. Мен де сағындым, қатты сағындым. Апам байғұс қабірінде жатып бір аунап тұрған болар. Неге апамның көзінің тірісінде келмедің? Бір-біріміздің тату болғанымызды көре алмай арманда кетті ғой. Өкінемін, қатты өкінемін, рас айтамын. Абысыным өте мейірімді жан. Өзінде барын өзгелерден аямайтын жанашыр кісі. Әттең осыны кезінде ұғынсам ғой. Біздің келерімізді біліп, сүрленген етін, қазы-қартасын асып дайындап қойыпты. Екеулесіп жүріп қамырды салып, ол қыздарымызбен бірге шүкірлесе отырып мәз-мейрам болып тамақтандық. Мен сол үйде қалып, абысын екеуміз түні бойы әңгіме дүкен құрып, қаншама шәйнек шай ішіп тастаппыз. Ал енді өзімнің жасаған иттік әрекетімді баяндап берейін. Мүмкін мен секілді іші тар, көре алмаушылық көзін байлап тастаған адамдар оқып тәубесіне келер. Алғаш мен келін болып түскенімде, енем мен күйеуімнен бұрын абысыным қатты қуанып, мәз-мейрам болып жүрді. Екі періштенің анасы болып тәрбие жинап қалған абысыным үнемі ақыл кеңесін айтып, менің жанымнан бір елі ажырамайтын. Қолымнан түк келмейтін, тек сыртта жүріп, оқу оқып, көше кезіп жүре берген маған келін болып тамақ істеп, қамыр жаю қиынға соқты. Ал абысынымның қолынан келмейтіні жоқ. Тамақтары өте дәмді, қамыры қағаздай теп-тегіс. Істеген ісінен бір мін таппайсың. Ол қызының тәрбиесіне көңіл бөліп те, тазалықтарына назар аударып та үлгереді. Енем байғұс үнемі қызым, қызым деп отыратын. Қайнаған болса келіншегіне дауыс көтеріп сөйлеген емес. Өтірік емес, мен абысыныма қызғана қарайтынмын. Өйткені мен ол секілді бола алмадым. Ол секілді ас әзірлеп, дастарханды жайната алмадым. Ол жоқта үйге келген 4 қонақты күте алмадым. Ұйқыны жақсы көріп, таңертең түсте ұйықтап қалып жүрдім. Үйдің тірлігін жарытып істемей жүрсем де, басқасына үлгере алмадым. Төсегім жиналмайды, шашым таралмайды, киім үтіктеуге уақыт таппаймын. Күйеуім аяқ асты бір жерге барар болса, жарық болмай, шалбарын үтіктей алмай, талай рет қыртыс-қыртыс, мыж-мыж шалбар мен жейдемен барар жеріне барып келді. Абысынымның қалай үлгеретініне мән беріп, ол кісіден үйренудің орнына қызғаныш бойымды билеп, оны өзіме жау санай бастадым. Менің өзгергенімді байқап, ақыл кеңесін айтып жүрді. Келінжан, айналдырған екеуміз ғана біз. Абысын тату болса ас көп деген сөз бар. Біз тату болсақ, осы әулет тату болады. Екі ағайынды, бауырды жақындастыратын да, бір-бірінен алыстататын да біз. Қуанышыңды да, қайғыңды да бөлісетін ағайын. Ақшаң болса, жаныңда араласатын адамдарың да болады. Олай деме, ақшаға сатып алынбайтын дүниелер де бар. Туғаныңдай ешкім саған жан ашымайды. Оның ешбір ақшаға, байлыққа сатып ала алмайтын ақыл кеңестерін тыңдағым келмей үнемі қашып жүретінмін. Бір жаққа шығар болса, енем, қызым ақшаң бар ма? Қызым не керек? Пәленшеге айтайын машинасымен апарып тастасын деп отыратын. Ал мен бір жаққа барар болсам, ештеңемен шаруасы жоқ, ақшаң бар ма деп сұрамайды да. Сұрамауға да негізі бар.
Өйткені мен күйеуімнен ақша алу үшін түрлі айла тәсіл қолданатынмын. Екі еркек те ақшаны аналарына әкеліп тапсыратындықтан енем күйеуімнің маған ақша беретінін біліп, сол себепті де сұрамайтын болса керек. Ал абысыным болса қайнағамның миын жеп, ақша алу үшін өтірік бейшара адамның кейпіне еніп, жыламсырап айла қолданбайды екен. Міне сондықтан да енем оған үнемі ақша беріп отыратын. Ал менің бойымды қызғаныш билеп, неге маған бермейді, неге менен сұрамайды, мені жек көреді деп, енемді де жек көре бастадым. Қазір ойласам, енем берді не, күйеуім берді не, бәрі бір сол ақша емес пе? Әттең сол кезде осыны ұғыналсам ғой. Ұлының жыртығын жамап, асын әзірлеп, киімін үтіктей алмайтын, үйге келген кісіге ас суын ұсына алмайтын, ұйқыдан көз ашпайтын келін қай енеге ұнайды дейсіз? Өзімнің қазір ұлым келін алар кезге жетіп отыр. Егер де ұлым дәл сол кездегі өзім секілді қызды жар етіп үйіме әкелсе, өзім секілді келінге мен бір сәтте төзе алмас едім. Сол кезде менің мінезіме төзіп, шыдаған енеме мың рахмет. Үйге келген кісілер де, енем де абысынымды мақтап отыратындықтан бойымды қызғаныш билеп алды. Менің келгеніме бір жылдай болса да құрсақ көтере алмадым. Ал абысыным үшінші перзентіне жүкті болып, жүктілігі өте ауыр жағдайда өтті. Баласы төмен орналасып, түсіп қалуға шақ жүрді. Бетін тыржитып, жаны қиналғанын көрсетіп жүрсе де, бар шаруаны өзі жасап жүре берді. Адам өзі қандай болса, өзгелер жайлы да солай ойлайды деген рас екен-ау. Сол кезде абысыным тірліктен қашып, жүктілігін пайдаланып жатып демалмақшы деп ойладым. Неткен ақымақпын. Шын мәнінде оның жаны қалай қиналғанын қазір ойласам, жүрегім езіледі. Жүктілігі 6 айға жеткенде есіктің алдындағы бақшаны шауып жүріп, сол бақшаның ішінде 2 бүктеліп құлады да қалды. Менің ойым өзгермеген, тәубеме келмеген кезім. Өтірік қойылым көрсетіп тұрғандай ешқандай аяныш сезім болған жоқ. Жедел жәрдем келіп алып кетіп, құрсағындағы сәбиінен айырылып қалғанын естігенде ғана оның шын мәнінде қатты қиналып жүргенін түсіндім. Бірақ бұл аяушылық сезімім менің бойымдағы қызғаныш отын сөндіре қойған жоқ. Көзбен көріп, қолына ұстамаса да, ана үшін барлық баласы бірдей жақын емес пе? Баласынан айырылған абысыным бір шама уақыт күйгелектеніп жүрді. Енем аст үстіне түсіп, бар жағдайын жасады. Үйде жағдайы болмай, дене қызуы мен қан қысымы көтеріліп кете берген соң, оны төркініне аз уақыт болса да күтініп қайтуға жіберді. Қатты күйзеліске түскен абысыным аздап сергіп, көңілі көтеріліп қалсын деп, енем бірнеше күнге төркініне жіберді. Жаздың ыстық күні болатын. Енем қайнағамның темір кесетін болгаркасын алып, жуан ағаштарды майдаламақ болған ғой. Болгаркасын қосып қалған кезде, әлгі ортасындағы дөңгелек арасы шыр айналып ұшып шығып, енемнің оң қолының білегін осып өтіп кетті. Ойбайлаған дауысты естіп, сыртқа атып шықсам, үсті басы қанға малынып отыр екен. Сүйегі көрініп тұрғанын көріп, денем түршігіп кетті. Жедел жәрдем келіп, ауруханаға алып кетті. Жарақатын танып, қолын тіктіртіп қайта келді. Араға 2 күн салып, күйеуім 3 қорап қызанақ алып келді. Біреулер жұмыс ақысының орнына берген екен. Әлгі қызанақтарды банкаға жап деді. Мен ондай жұмысты өмірімде жасап көрмегенмін. Беттей алмай жүргенімде бір күн тұрып, былжырап босаған қызанақтарға шыбын шіркей үймелей бастады. Оны көріп жеркеніп, мүлдем жолағым келмеді. Ол кезде ысырап, обал не екенін білмеймін. Содан түсте ұйқы қысып, бөлмеге кіріп, ұйықтап қалыппын. Бір кезде көзімді ашсам, абысыным келіп тұр. Абысын, келдіңіз ба, қалайсыз? Ұялмайсың ба? Не жатыс мынау? Ана жақта қолы кесіліп, үзіліп түсіп қалайын деп әрең жүрсе де, апам от жағып банка жабайын деп жүр. Сенің жатысың мынау. Жаппай-ақ қойсын. Ол кезде тәкаппарлық бойымды билеп тұрған кез. Ешкім оған істе деген жоқ қой. Сен істемеген соң өзі істемегенде қайтсын? Соншама қызанақты ірітіп, қоқысқа тастауы керек пе?
Жап-жас адам ғой, қимылдағаны өзіне пайдалы. Істесе ертең өзі де жейді ғой. Ал сонда сен жемейсің ба? Айтып тұрған сөзін қарашы. Бол шық далаға, екеуміз жабамыз. Шықпаймын, қайтесің ал. Осы күнге дейін мен саған үндемей, істеген ісіңнің бәріне көз жұма қарадым. Мені сыйламасаң сыйлама, бірақ апамды сыйламағаныңа үнсіз төзе алмаймын. Қайным келсін, осы күнге дейінгінің бәрін баяндап, сенің сазайыңды тарттырам. Абысыным ашулана шығып кетті. Не істерімді білмедім. Күйеуімнің үйге келер уақыты жақын қалыпты. Қатты уайымға салынғандікі ма, әлде тамақ жей сала жатып қалғанымдікі ма, әйтеуір жүрегім айнып, құсқым келе бастады. Күйеуім әні міне дегенше келіп қалды. Дереу пакет алып, пакетке құса бастадым. Бұл ой басыма қайдан сап ете қалғанын білмеймін. Өзімді күйеуіме жүкті етіп көрсеткім келді. Сондағы мақсатым ұрыс естімеу үшін еді. Бірақ әп сәтте белім ауырып, жаным қинала бастады. Етек кірім келетін уақыты да болып қалған болатын. Ауырғанына шыдай алмай, екі бүктеліп жаттым да қалдым. Ауруды басатын дәрі ішіп едім, тағы да ұйықтап кетіппін. Бір кезде оянсам, күн батып қалыпты. Екі сауылатын сиыр бар. Нан, тамақ істеу керек. Оған қоса банкі жауып абысыным мен енем әбіржіп жатыр екен. Содан не керек, абысыным қайта бөлмеме кіріп келді. Банка жаппасаң да, тым құрыса тамақ істесең қайтеді? Өзің де ішесің ғой сол тамақтан. Ауырып жатырмын. Бір апта бұрын туған, қолын болгарка кесіп кеткен апам екеумізден де жамансың ау. Мына жалқаулығың сенің түбіңе жетіп тынады. Расымен ауырып тұрмын. Сенбесең өзің біл. Сені сендіруге міндетті емеспін. Сосын айта кетейін. Маған енемнің орнына ене болмай-ақ қойшы. Енем әлі тірі, өлген жоқ. Ол кісі тұрғанда маған ұрсатын сен кім едің соншама? Апамның жуас болғанына қуан. Әйтпесе сендей келінді басқа ене үйінде бір сәтте ұстамас еді. Абысыным осылай деді де шығып кетті. Артынша күйеуім кіріп келді. Екеуміздің айқайласып жатқанымызды естіп қойған секілді. Жалғасы бар.